Шабиб ФМ мектеп радио тыңдармандарына қайырлы таң. Арайлап атқан әрбір таңыңыз сіздерге тек шаттық сыйласын деген тілекпен әсерлі әңгіме бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында мен Шораева Маржан және бүгін біздің ерекше қонағымыз ол дүниежүзі тарихы пәнінен олимпиадаға қатысып, Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ түрік университеті Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығымен бірлесе отырып, дарынды оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, оқушылар арасында ғылым мен білімді кеңінен тарату, тегін білім алуына жағдай жасау мақсатында 2016 жылдың 30 наурызында университет базасында 3-ші республикалық Яссауи пәндік олимпиадасына қатысып, дүниежүзі пәні олимпиадасы бойынша жүлделі 1-ші орында жеңіп алған 11-ші Б сынып оқушысы осы жылдың бетке старт түлегі Жолдасова Аружан. Сонымен, Аружан, қош келдіңіз. Сәлем, лицей. Сіздің жалынды сәлеміңізді барша лицейге осы бағдарлама арқылы жолдағаныңызға өте қуаныштымыз. Сонымен қатар алдымен әрине жеткен жеңісіңізбен барша лицей қауымы атынан Шабиб ФМ ұжымы атынан шын жүректен құттықтаймын. Бірақ алғашқы сұрақ, осы шыңды бағындырған сіздердің сезіміңіз қандай? Мен негізінен шынымды айтатын болсам, бұл олимпиададан орын аламын деп ойламадым. Өйткені финалға өткен оқушылардың саны 70-тен жоғары болды және ол жақта өте ақылды және бүкіл республикадан келген адамдар, оқушылар болды және олардың арасынан мен 1-ші орын боламын деп шын айтсам, мүлде күтпедім. Сезімдер әрине басында сенген жоқпын, өйткені ол күні біз Таразда болғанбыз. Таразда тұрып, маған өзімнің тәрбиешім звондады және айтты: Аружан, сен 1-ші орын алдың. Мен сенбедім. Әрине, әрдайым емес енді, әрқашан 1-ші орын алған кезде сенің сезімдерің керемет болады. Осындай биік шыңды бағындырғанға дейін дайындық уақыты қалай өтті? Мен дүние тарихын таңдағаныма қатты ұзақ болған жоқ, өйткені мен одан алдын география пәніне дайындалып жүрдім. Және дүние тарихын таңдағаным аз уақыт болып, мен осыдан 1-ші орын алғаннан кейін бұның дәмі де басқаша болған сияқты. Мен оған дайындалып жүрген кезде 7-ші және 9-ші сыныптың тарихтарын қатты оқыған едім және солардан білмеймін сәті түсті ме сұрақ келді. Аружан, сіз таңдау пәні ретінде дүниежүзі тарихы пәнін таңдадыңыз. Көбінесе оқушыларға біз білеміз, жалпы тарих пәнін таңдау, оны оқу біраз қиынға түседі. Бірақ сізге қалай болды? Маған тарих пәнін таңдау оңай болды деп айтамын, өйткені оған дейін мен 2 тоқсан бойы география пәніне дайындалып жүрдім. Қиын болды әрине, өйткені менің Қазақстан тарихында онша емес етін, оны татқаныма және өте қуаныштымын. Қиын болды, бір шетінен айтсам. Үнкі даталар, адамдардың есімдері жаттау қиын, бірақ мүмкін емес деп айтамайым. Негізгі себеп, яғни жеңіске жетелер күш болатын тақырып. Осы білеміз, Ахмет Яссауи университетіне барып, сол тегін оқу грантын ұтып алдыңыз. Ахмет Яссауи халықаралық университет болғандықтан дәрежесі биік университет. Ал сол олимпиада ұйымдастырылды ғой, олимпиада деңгейі қалай болды? Олимпиада өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Өйткені ол жақта мен барған кезде, шын айтайын, оған дейін қатысқан бүкіл олимпиадаларда оқушылар көп көшіреді және мен ол жақта да көшіреді деп ойладым, бірақ өзім көшіруге дайындалмай барған болатынмын. Сол кезде кабинетке кіріп, 2 ағай кірді де глушитель қойып кетті. Ал енді оқушылар сендердің шынайы білімдеріңді көргіміз келеді де шығып кетті. Одан кейін менің қуанышымда шек болған жоқ, шын айтамын. Отырдым және бізге бүкілімізге бір нұсқадағы тестті берді. Сол тесттің ішінде бар болғаны 3-ақ сұрақ болды. Үшеуі де эссе. Үшеуіне егер қателеспесем 3 сағат берді және мен оны көрген кезде басында бір түрлі болдым. Бұлай айта кететін қиын сұрақтар емес, бірақ оны жазуда маған география 60% көмектесті деп айта аламын. Өйткені ол жақта мен 9-ші сынып бойы республикалық олимпиадаға дайындалған кезде болған сұрақтар келді деп айтсам болады. Осында жаңа айтып кеттіңіз, географиядан олимпиадшы болдым деп. Біз білеміз, лицейдің артықшылығы ол олимпиаданы оқыту, оқушының жалпы пәндік білім беруінен басқа олимпиаданы таңдап, сол олимпиаданы 5 жыл бойы алып жүру деген. Қазір сіз көп жылдар бойы географияны алдыңыз, қазір тарихты жүрсіз, яғни біліміңіз жан-жақты болып, айтады ғой, дүние танымыңыз кеңейді деп. Осында лицейлердің, қазақ тілі лицейлеріндегі олимпиаданы оқыту жайлы біраз айтсаңыз.
Өзімнің ойым, олимпиадан өте жақсы идея деп ойлаймын, өйткені адам тек қана бүкіл берілген сабақтарды ғана оқымай, өзі ғана білетін, өзі ғана жақсы түсінетін сабақты оқу өте керемет. Мен басында 7-ші сыныпта келген кезде түрік тілінен олимпиадаға қатыстым. Бірақ білмеймін не үшін 8-ші сыныпта мен түрік тілінен шықтым да географияға қосылдым. География өте қызық, бірақ білмеймін не үшін 10-ші класста қайтадан мен дүние тарихын ауыстым, бірақ ондайды мен кеңес ретінде айтпайтын, өйткені 7-ші сыныпта қалай келдің, 11-ші сыныпқа дейін сонымен бітіру керек сияқты. Мысалы, біздің сыныпта биологияны таңдаған, математиканы таңдаған ондай қыздар бар, және олар қазір ЕНТ жазған кезде, УБТ жазған кезде сынақтардан 20-дан жоғары алады, және бұл өте керемет көрсеткіш. Бүкіл лицейлерде, мысалы, біз осыдан бұрын, бірнеше апта бұрын Қызылордадағы лагерь деп айтса болады, сол жаққа барып келдік. Сол жақта мен өзімнің қарсыласым және досым Мансия деген қызды көрдім. Ол да географиядан. Және ол 7-ші сыныптан 11-ші сыныпқа шейін географияны ұстанды, және қазір де УБТ-дан география таңдап 120-дан жоғары балдар алады. Ол өте керемет. Және егер осылай математика, физика, химия сияқты пәндерді алып жүрген оқушылар соңына дейін, УБТ-ға дейін соларды таңдайтын болса, жақсы болар еді. Олимпиада. Мен өзімнің бұрынғы сыныптағы құрбылармен сөйлескен кезде олар олимпиаданы естігенде біртүрлі болады. Және мысалы біз баратын облыстық олимпиадалар, басқаша республикалық олимпиадалар, КБО-ны олар бір жат нәрсе ретінде қарайды. Өйткені ондай мүмкіндіктерді басқа мектептер бермейді. Және осы үшін менің ойымша біз лицейге көп рахмет айтуымыз керек сияқты. Бізде Айжан Божыматынан да үлкен алғысымыз білдіреміз. Осындай бізге студия құрып, радиоға жағдай жасап берген үшін. Ал келесі сұрағымды жеке өзіңізге арнағым келеді. Өйткені осы аяулы ордамызда осы жылы бұйыртса бітіріп шығасыз, төлеп шығасыз. 5 жылыңызда өткен ең қызықты оқиғаңызбен бізбен бөліссеңіз. Біздің сынып негізі өте қатты шулы сынып емес. Керемет оқиғалар болған жоқ, бірақ 9-ші сыныпта біз бүкіліміз жатақханадан шығып кетейін дегенбіз. Біз мұғалімдер күніне видео жасаймыз деп шештік. Ол видеода бізде сыныпта бір қыз бар, аузына антигриппин салып, аузынан көк аққан сияқты болып, тура сабақтың ортасында талып қалады деп шештік. Ол талып қалды, және мұғалім директорды шақырып үлгерді. Ол кезде директорымыз Елубаев Қазбек етін, және ол келіп бізге ұрысты деп айта аламын ба. Қызық болып, ең қатты есте қалған сол нәрсе. Құрметті тыңдармандар, айта кететін жайт, 5 жылдық лицейлік өмірде әр оқушы, әр сынып өмірінде есте қалатындай бір жағдай қалдыру керек. Яғни ол біреуді қорқыту емес, дер сияқты, бірақтан қандай да болсын бір қызықты оқиға қалу керек. Ал келесі сұрақ, бағана айтып кетті 9-ші сынып деп. Енді біраз артқа қарай жылжайық. 7-ші сыныпқа сіздер осында келгенде лицейіміз қандай еді және қазір қандай? Біз 7-ші сыныпта келген кезде 9-ші сыныптардан қатты қорқатынбыз. 11-лерге тіптен қарай алмайтынбыз, тік қарай алмайтынбыз, өйткені олар біздің ойымызша өте үлкен, біздің ақылымызға қарағанда олар бір жоғары сана иесі сияқты көрінетін, білмеймін не үшін болған. 7-ші сыныпта біз келген кезде бұл ғимаратта оқыған жоқпыз. Біз қазіргі жатақханада оқыдық, және ол жақтағы кабинеттер біраз кішігірім, ыстық болатын, сол нәрсе есімде. Біздің мұғалімдер ол кезде түрік тіліне оқушылар көбірек көңіл бөлетін деп ойлаймын, қазірге қарағанда. Ол кезде одан кейін олимпиадаға да қаттырақ дайындалатын. 11-ші сыныптар ЕНТ-ға бастарын көтермей дайындалады деп айтсам да болады. Былай қарағанда әрбір жыл сайын оқушылар өзгеріп тұрады, және ол өзгерістер жақсы жаққа ма, жаман жаққа ма кетіп бара жатқанын айта алмаймын, өйткені әр нәрсенің жақсысы да жаманы да болады. Біз 7-ші сыныпта түскен кезде былай айтарлық еш нәрсе өзгерген жоқ, тек қана мұғалімдер ауысуда. Бірақ ешкімді ұмытпай жүрміз, бәрімен сөйлесудеміз, барлығы біздің есімізде. Біз білеміз, барлығымыз лицейдің бір ерекшелігі, ерекше бір фактор деп айтуға болады. Ол ең алдымен сырттан біреу келген кезде амандасу, яғни сәлем беріп,
өзінің әдептілігін көрсету болса біріншісі, екіншісі ол ата-ана, яғни ата-ана қадірін лицей үйретеді. Яғни осы жайлы айтып берсеңіз. Мен егер шынымды айтсам, 7-ші сыныпта келген кезде мен анам лицейге түсесің деді. Сол үшін мен лицейге түстім, бірақ басында мен лицейде оқығым келген жоқ, өйткені бұрынғы сыныптастарым, бұрынғы мектеп өмірі деген сияқты нәрселер сені ұстап тұрады. Бірақ лицейге түскеннен кейін сен жанұяның достықтың қандай екенін түсінесің. Жанұядан алшақ тұрған кезде сен әрбір сәттің, әрбір минуттың, бірге жанұямен өткізген әрбір сәттің қадірін бағалай бастайсың. Мысалы, інімді, әке-шешеңді, ағаңды көрген кезде тіптен жылағың келеді, өйткені біз олардың жанында жүру арқылы көп қадірін түсіне білмейміз. Менің ойымша баланың тәрбиесіне ата-ананың және оның қоршаған ортасының берері көп. Және біз лицейде жүрген кезде оқушылар көбісімен амандасады, бірақ осы көбісінің қатарына тек қана мұғалімдер және ата-аналар кіреді. Менің байқағаным бойынша көбісі мысалға жұмыскерлермен, аспазшы әпкелермен амандаспайды. Және осы нәрселер көбінесе кіші сыныптардан байқалады. Неге сұрақ? Әлде біз оларға үйретпедік те, әлде олар өздері біраз үйренбей қалды ма? Біз 7-ші сыныпта келген кезде көп амандасатынбыз, құрметтейтінбіз десек те болады, бірақ қазір ондай нәрсе қатты байқалмайды. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетсем, әрбір әсерлі әңгіме барысында, әрбір интервью барысында бір тыңдармандар болсын, менің жеке өзім болсын, бір нәрсе кемінде үйреніп қалуға тырысамыз. Осы интервью барысында тағы да қайталап өтетін жайт сіздерге түрткі болсын. 7-ші сынып оқушылары болсын, 11-ші сыныпқа дейінгі оқушылар болсын, лицейіміздегі жұмысшылармен, мұғалімдермен, сонымен қатар осы жылғы біздің түлектеріміз 11-ші сыныптар сізден үлкен әрбір кісімен амандасып жүріңіз. Өйткені бұл біріншіден әдептіліктің белгісі болса, екіншіден сыйластықтың да белгісі. Ал Аружан әпке, сізге келесі сұрақ демейін, сіздің сіңілдеріңізге осы жақта оқып жатқан ұстаздарға, лицей қауымына айтатын бір тілегіңіз болса. Лицейді мен өзімнің екінші жанұям